Армысыздар, қазақ елі. Әлеуметтік желіде былтыр күзде Талғарда кісі қолынан мерт болған Шерзат Болаттың қазасы бойынша қамауға алынған күдіктілер уақытша ұстау изоляторында туған күн тойлап мәз-майрам болып отыр деген видео таралды. Жәбірленуші тараптың адвокаттары бұған наразылық білдіріп шара қолдануды талап етті. Алматы облысының полициясы желіде тараған видеоға байланысты тексеру жүргізіп жатқанын хабарлады. Әлеуметтік желіде жәбірленуші тараптың қорғаушылары бейнежазбаға қатысты өз наразылықтарын ашық жеткізді. Қаржаубай Нұрымовтың адвокаты Асылбек Абдырайымов: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қылмысты атқару жүйесінің комитетіне біз жәбірленуші тараптың қорғаушылары әлеуметтік желіде таралған бейнежазбаға байланысты өз наразылығымызды білдіреміз. Аталған бейнежазбада Талғарда болған кісі өліміне байланысты тергеу изоляторында қамауда отырған күдіктілердің туған күнін атап өтіп, тортпен, шамдармен, ұялы телефондарды және Алиса деген құрылғыны емін-еркін пайдаланғаны анық көрініп тұр. Бұл оқиға еліміздегі қылмысты атқару жүйесінің әлсіздігін, заңдылық пен тәртіптің сақталмайтындығын анық көрсетеді. Ерлан Адаев, Қаржаубай Нұрымовтың адвокаты: Мені бір ғана нәрсе ашуландырды. Бұл тергеу изоляторында отырған күдіктілердің іс-әрекеті. Олар біз адам өлтірдік-ау, тергеу изоляторында отырмыз-ау деген ой жоқ оларда. Олар ешқандай қаннен-қаперсіз туған күндерін тойлап, торт жеп, ұялы телефондарды емін-еркін пайдаланып мәз-майрам болып отыр. Олардың жүздерінде тіпті адам өлтірдік деген өкініштің ізі де байқалмайды. Мұндай адамдарға қандай жаза лайықты деп ойлайсыздар? Менің ойымша, мұндай адамдарға ең ауыр үкім тағайындалуы керек деп ойлаймын, деді. Жәбірленушілердің қорғаушылары күдіктілерге қатаң шара қолдануды талап етіп отыр. Шара қолданбаса жоғарғы органдарға шағымданатындарын мәлімдеді. Ал Алматы облысы полициясы аталған дерекке қатысты мынадай мәлімдеме жасады. Уақытша ұстау изоляторында отырған күдіктілердің ұялы телефондары тәркіленіп, бейнежазбалар тексерілуде, деді. Ал қытайлық ғалымдар коронавирустың жаңа түрін анықтады. Ауру белгілері жарғанаттардан табылған. Алайда бұл вирустың адамдарға жұғу қаупі жоғары, дейді мамандар. Зерттеуді Қытай ғылым академиясы, Ухан университеті және Вухан вирусология институтының қызметкерлері бірлесіп жүргізген. Соның қорытындысына сәйкес, ковидтің жаңа штаммы адамға жұқса, қатты жөтелмен бірге пневмония сияқты асқынулар болуы мүмкін. Бұған дейін COVID-19 вирусы да тыныс алу жолдары ауруларын туғыздырғаны белгілі. Ғалымдар әзірге алаңдауға негіз жоқ. Елде эпидемиялық ахуал тұрақты деп отыр. Сондай-ақ әлеуметтік желіге Түркістан облысы Отырар ауданындағы сүрілген зират туралы бейнежазба тарап кетті. Ол бейнежазбада зират маңы сүрілгені және жердің бетіне адамның сүйектері шашылып шығып қалғаны, сондай-ақ жергілікті тұрғындардың оны жинап жүргені анық көрінген. Жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша, осы зират маңынан қытайларға мақта егу мақсатында жер берілді деген ақпарат таралған. Бұл жағдай ресми түрде расталды ма, расталмады ма, әлі белгісіз. Құрметті оқырмандар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Менің каналымда пайдалы кеңестер, қызықты оқиғалар, танымал адамдардың өмірлері, соңғы жаңалықтар, сондай-ақ халық емдері туралы айтылған. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы.